Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен осындай үлпілдек, жұмсақ, әрі биік болып шығатын бисквиттің рецептімен бөлісемін. Міне осы рецепт бойынша дайындалған бисквиттен мен осындай торт жасадым. Бұл корждар кез келген тортқа келеді. Мен 24 сантиметрлі форманы қолданамын. Ол үшін 7 дана жұмыртқа қажет. Және шекер және ұн и ванилин қоссаңыздар болады. Немесе ванильный сахар қоссаңыздар болады. Ыдысымыз міндетті түрде таза және сухой болуы қажет. Жұмыртқаны сарысының ағынан ажыратудың қажеті жоқ. Осылай бірге жарып барлығын салып аламыз. Үстіне ванилинімізді саламыз. Оның үстіне шекерді толықтай барлығын қосамыз. Біздің миксеріміздің венчиктері міндетті түрде таза әрі құрғақ болуы маңызды. Сонда біздің жұмыртқалы массамыз өте жақсы көпіршитін болады. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, ең жоғарғы жылдамдығына дейін жаймен көтере отырып осылай шайқаймыз. Менде бұған кем дегенде 10-12 минут кетеді. Енді сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығына байланысты кішкене аз уақыт немесе көп уақыт кетуі мүмкін. Міне, менде осындай болып көбейді. Тіпті ыдысыма уже толып та кетті ыдысым. Жұмыртқалы массамыздың жақсы шайқалғанын осылай венчикпен жүргізе отырғанда із қалатындай болу керек. Осылай тексеріп аламыз. Осылай із қалса, егерде біздің жұмыртқалы массамыз өте жақсы араласып шайқалды деген сөз. Енді үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп, жартысын електің көмегімен саламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте үлпілдек болып шығады. Астынан үстіне қарай енді осылай жаймен толықтай араластырып аламыз. Бұл бисквитті коржбен кез келген торт дайындасаңыздар болады. Бұл торттың наны кез келген торттарға келеді. Және дәмі де үлпілдек, жеңіл торттардың бірі. Араластырып алдық. Енді қалған ұнымызды толықтай салып, тағы да оны да араластырып аламыз. Ұнымызға ешқандай қопсығыш қоспаймыз. Қопсығыш қоспасақ та үлпілдек болып шығады және түсіп кетпейді. Мен бұл жерде 24 сантиметрлі формаға арналған рецепт бойынша жасап жатырмын. Сіздерге 22 сантиметрлі, 20 сантиметрлі формаларға қанша ингредиент кететін мөлшерін мен описанияда қалдырамын. Қалған ұнымызды да осылай астынан үстіне қарай толықтай араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Ұнымыз толық араласқаннан кейін тағы бір тексеріп араластыруды тоқтатамыз.
Осындай пергамент төселген табаға құямыз. Табамызға міндетті түрде осындай пергамент қағазын төсеп аламыз. Және формамыздың жанына ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Тестамызды толықтай барлығын құйып, алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Біздің бисквитіміз пісіп жатқанда есікті бірінші 25-30 минутында есікті мүлдем ашпаңыздар. Духовканың есігін ашуға болмайды. Егер есігін ашатын болсаңыздар, бисквиттеріміз түсіп кетеді. Соған мән беріңіздер. Міне, менде 40 минут өтті. Қазір бисквитті тексеріп көреміз. Осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Біздің таяқшамыз құрғақ болып шығуы қажет. Міне, менде құп-құрғақ. Бисквитіміз дайын болды. Енді 10 минутқа духовкада қалдырамыз. 10 минуттан соң решеткаға алып, тағы да 2-3 сағат кем дегенде суытамыз. Тіптен түннен азанға дейін қойып қойсаңыздар, тіптен жақсы болады. Міне, біздің бисквиттеріміз осындай үлпілдек, әрі осындай биік, үлкен бисквит шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерде де осындай болып шығады деп үміттенемін. Лайк қойып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.